Стористе Каспийде жеке брендпен сатыңыздар деп өте көп айтамын. Товарный знакка заявка жіберіп жатамын. Көптеген услугалар жасаймын жеке бренд бойынша. Ал енді Каспий магазинде әлі жоқ адамдар бар. Енді новичок, енді магазинге одобрение алып жатқан жандар жеке брендпен не екенін түсінбейді. Сол сіздерге қысқаша жеке брендпен сатудың тиімділігін айтып өтсем. Мысалы, сіздерде мүмкіндік Өзбекстаннан болсын, Қытайдан болсын, давайте сіздерде барлықтарыңызда сайт бар, иә. Мысалға, сіз Қытай сайтынан осы бір товарды алып келдіңіз, өзіңіздің жеке брендіңізбен алып келесіз, одан кейін карточкаңызды жақсылап дайындайсыз, Каспийге продажаға шығарасыз. Сіз өзіңіздің жеке бренд товарыңызда қалаған бағаны өзіңіз қоясыз. Бірге бір қоюыңыз мүмкін. Мысалы, дәл осы карточкада 11 мың товарын Каспийде 34 мыңнан сатып жатыр. Комиссия, доставка барлығы менсоват еткен күннің өзінде бұл товардан продавецке бірге бір, яғни 11 мыңнан 11 мың теңге, яғни маржа қалып отыр. Көрдіңіздер ме, жеке брендпен сатудың тиімділігі осы. Ешқандай, яғни басқа да продавецтер сіздің карточкаңызға, сіздің осы товарыңызға кіріп, бағаңызды төмендетпейтін, түсірмейтін мүлдем болмайды. Өзіңіз ғана сатасыз. Ал екінші сату әдісі бізде ашық карточкамен. Яғни ашық карточка дегеніміз сол общий карточка, барлық продавецтерге тиесілі карточка болып саналады. Дәл солай ашық карточкамен сату әдісінде де сіз Қытайдан бір товарды алып келдіңіз, иә? Алып келдіңіз и Каспийге продажаға шығардыңыз. Енді разницасын қараңыздар. Сіздер жеке бренд товарды сатқан сияқты бірге бір никак қоя алмайсыздар бағаны. Бірге бір бағасын қойдыңыз ба, ертең күні сіздің конкуренттеріңіз осыған кіріп, демпинг жасап, бағаңызды төмендететін болады. Яғни ашық карточкада сіз маржинальность 10% себестоимостьтен 20%, максимум 30% ғана көре аласыздар. Демпинг өте көп. Мысалы, сіз осы товарды әкеп продвигать еттіңіз, яғни сіз отзыв жинадыңыз и конкуренттеріңіз кіріп, минусқа кетті товар, сізге ешқандай пайда жоқ. Сіз бұдан шығып кетесіз. Дәл солай тағы сондай бір келесі бір карточканы товарды тауып әкелесіз да, қайттан, яғни ашық карточка осы жағдай қайталана береді. Түсіндіңіздер ме? Яғни ол сізге тиесілі карточка болмағандықтан, ол жерден сіз ұзақ уақыт маржа көріп отыра алмайсыз. Әрине, сіздерге жеке брендпен ғана Каспийге кіру, жеке брендпен сату тиімді. Мысалы, сіз новичоксыз ба, болды. 3 ай, максимум 6 ай көлемінде сіз ашық карточкамен әртүрлі категорияда товар сатып жұмыс жасайсыз. Болды, ары уже товарный знакқа жеке брендке көшуге әрекет жасауыңыз керек. Мысалы, Каспийде қалай жеке брендті жабуды білмесеңіз, товарный знакқа заявка жіберуді білмесеңіз, өз брендіңіз қалай атау керектігін білмесеңіз, менде именно жеке бренд бойынша отдельно сабақ бар, обучение бар, товарный знакқа заявка жіберу услугасы бар, товарный знагыңыз бар, бірақ Каспийде жаба алмай жүрсеңіз, даже сіздің орныңызға договор, товарный знак барлығын жасап, Каспийге жіберіп, сопровождение до конца өз брендіңізді жауап беру бойынша да услугалары бар. Ол обучениеден бөлек. Ал енді өзім шәкірттеріме әрине осының барлығы сіздерге обучение барысында үйретілетін болады.